Ыбырай атамыздың қалдырып кеткен үлкен бір өнегесі деп білеміз. Ол кісінің алғаш қыздарға арнап мектеп ашқандығы. Адамдардың білім алуына себеп болатын, соған бір жәрдемдесетін, жасалатын қайырымдылық немесе игі іс деп айтылады. Мұсылмандық туралы кітап жазған кезде дәрет қалай орнатады, адал қалай болу керек, арам қалай болу керек, қандай мазхабтамыз. Егер балам адам болсын десек, қазірден бастап инвестицияны құюымыз керек. Қарасақ, надандық та, жалған ілім де екеуі де қауіпті адам үшін, жастар үшін, өскелең ұрпақ үшін. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін өздеріңізбен бірге ұлт ұстазы, қазақ халқының ағартушы жолының негізін салушы, қазақ мектептерінің негізін салушы Ыбырай Алтынсарин атамыздың ілім жолындағы уақыбы тақырыбында Ихсан Кезет YouTube арнасынан сұхбат өткізбекпіз. Бүгін өздеріңізбен бірге Қарағанды қалалық Қазыбек мешітінің бас имамы Асылхан Нұртаев ұстазымыз және Қарағанды қалалық Ар-Рахман мешітінің ұстазы Азамат Төлеуханұлы ұстаздарымыз қонақта. Ұстаз, студиямызға қош келдіңіздер. Алла разы болсын. Енді барлығымыз Ыбырай атамыз десе ең бірінші еске түсетін кел балалар оқулық деген үлкен санамызға бала кезімізден сіңген сөз ғой. Расында қазақ халқының даму жолында ағартушы негізін салған қазақ мектептерінің тіпті ең бір ерекше бізге таңсық бір дүниелердің бірі Ыбырай атамыз. Былай айтқанда бүкіл алаш арыстарының ұстазы десек те болады екен. Ол кісінің салған мектептерінің шәкірттерінің ең танымалдарының бірі. Сол ол кісі салған білім жолынан дара шыққан Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы, Спандияр Көбеев сынды бүкіл қазақ халқының үлкен тау тұлғаларының барлығы да сол Ыбырай Алтынсарин атамыз салып кеткен мектептің түлектері екен. Шынында бұл да біз үшін үлкен бір ол кісінің қандай үлкен қазақ халқы үшін еңбек еткенін үлкен көрініс деп білеміз. Енді жаңа сөз басында тақырыбымызды айтып жатырмыз ғой, ілім жолындағы уақыбы деп. Енді шариғатымызда жалпы уақыптың түсінігін барынша кең біліп, халқымыз ол жағымен танымал ғой. Ол жағынан түсінікті ғой. Бірақ ұстаз, енді алғашқы сұрақты өзіңізден сұрағымыз келіп отыр. Осы білім жолындағы уақып дегеніміз әдеттегі уақыптан айырмашылығы қандай? Яғни көбінесе біз уақытты дүние мүлікпен деп түсінеміз ғой. Бірақ осы дәл білім жолындағы уақыптың қадір қасиеті жайында, осы жайында бірінші сөзіміздің алғы шартын осымен бастасақ. Рахмет. Аллаға мадақ, пайғамбарымызға салауат болсын. Жалпы білім жолындағы уақыт дегеніміз адамдардың білім алуына себеп болатын, соған бір жәрдемдесетін, жасалатын қайырымдылық немесе игі іс деп айтылады. Мысалға, Ыбырай Алтынсарин атамыз алсақ, ол кісі мектеп ашты. Мектеп ашты, кітаптар шығарды, балалар оқытты, шәкірт тәрбиеледі. Яғни болашақ қоғамның дамуына, тұрақты қалыптасуына, мәдениетті, өркениетті дамуына белгілі бір деңгейде білім арқылы көмектесіп, ол арқылы оны пайдалы етіп, өз артынан мұрагер етіп тастап кетті. Бүгінгі таңда қанша сол Ыбырай Алтынсарин атамыз ашқан мектептен ұлы тұлғалардың шыққанын білеміз, зиялы қауымдардың шыққанын білеміз. Олар өздерінің кейінде бірнеше шәкірттер тәрбиелеп, бүгінгі ұлттың бірегей дамуына үлес қосқан, өркениетті дамуына, мәдениеттен, ғылымнан әр өзіндік орын алған үлкен тұлғаларды сол Ыбырай атамыздың қалыптастырып ашып кеткен мектебінен дәріс алып, тәлім алғандығын біліп жатамыз. Демек, ілім жолындағы уақыт дегеніміз адамның жалпы дамуына қай жақты болса да, тұлғалық, білім, ғылымды жағынан болсын, қайсы бір тұлғасын тікелей өзіне пайдасын тигізетін болатын болса, соған мұра ретінде қалдыратын нәрсені біз білім жолындағы уақыт деп айтады екенбіз ғой. Жалпы Ыбырай атамыздан бұл нәрсені исламның ғылыммен ұштастыра отырып уақыт деген. Исламда уақыт деген не деген кезде көп уақытқа пайда әкелетін, пайда беретін затты арнау. Алла үшін арнап тастау айтады екен. Міне осыны ұштастыра отырып, Ыбырай атамыз ғылым білімді дамыту мақсатында, қазақтың болашағын ойлау мақсатында ағартушылықты таңдап, білім жолындағы уақытты бастау етті. Біздерге соны мұрагер етіп тастап кетті. Ұстаз, өте толыққанды керемет жауабыңызға рахмет. Шыны керек, бұл сөзіңізден түсінгеніміз Ыбырай атамыздың мұрасын одан да бізге қаншалықты құнды екенін көрсетіп берді деп ойлаймыз. Өйткені әрине біз көбінесе жай ғана жазу сызу деп кейде қарабайыр қарауымыз мүмкін. Алайда шынымен осы дініміздің
үлкен бір тереңімен түсінсек, шынында бүкіл қазақ халқының негізі үшін жасап кеткен үлкен мұрас деп білеміз. Иә. Енді біздің шариғатымызда да көп, дінімізде де әрдайым оқу білім, Құранның алғашқы аятындағы Алақ сүресін оқы деп түсуі барлығы ағартушылықтың маңыздылығы ғой. Осы жерде енді қоғамның дамуы, діннің дамуындағы жалпы ағартушылықтың деңгейі қандай, және Ыбырай атамыздың қазақ ағартушылығындағы әсері жайында кішігірім сөз қозғасақ, осы жаңағы уақып жасаған үлкен мұрасы барлығы дәл ағартушылықпен ғой негізі басталған жолы. Сол жайында ұстаз өзіңіз. Енді бүгінгі подкастымыз құтты берекелі болсын дейміз. Кешегі бабаларымыз сөзімен бастағанда Аллаға сана, пайғамбарға салауат деп бастайды екен. Бізде сол бабаларымыздың сап салып кеткен жолымен, берекелі жолымен солай деп бастаймыз. Бүгінгі подкастта сіздерді көргенімізге қуаныштымыз. Халыққа, елге пайдалы болсын дейміз. Енді жалпы ағартушы, ұстаз, ағартушы, педагог бұл барлығы бір ұғым деп білеміз. Жаңа өзіңіз айтып жатқандай, бұл ағартушылықтағы, жалпы ағартушылықтың қоғамдағы орны қандай дегеніңіздей, бұл біздің қоғамымызда өте маңызы, мәні зор. Және жаңа айтып өтті, Азамат ұстаз өте керемет. Алғаш осы мектепті ашқан, шатаспасам, осы біздегі ол кезде Торғай уезі деп аталады екен, Торғай облысы. Сол Торғай облысы бірнеше тармақтарға бөлінеді екен. Мысалы қазір біздерде жалпы алған кезде 23 маңызы бар қала бар ғой, Астана, Алматы, Шымкент, одан кейін 17 облыс бар. Ақтөбе облысы мысалы жеке. Ол кезде сол Торғай облысының құрамында Ақтөбе уезі болған екен. Сол жерде алғаш ашқан ұстазымыздың Ырғыз қаласынан ашқан алғашқы мектеп екен. Жаңа айтып жатырмыз ғой, ағартушылыққа ол кісінің ден бергені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қасиетті хадисінде келеді. Қала Расулуллахи саллаллаху алейхи уассалам талабул илми фаридатун аля кулли муслимин ва муслиматин дейді. Бұл пайғамбарымыздың айтып тұрған сөзінде, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, хадисінде әрбір мұсылман ерге және әйелге білімді талап ету міндет деген нәрсені осы жолдағы Ыбырай атамыздың қалдырып кеткен үлкен бір өнегесі деп білеміз. Ол кісінің алғаш қыздарға арнап мектеп ашқандығы. Сол қыздарға арнап ашқан мектебіндегі әрбір ұлтқа қажетті, қыз балаға қажетті тәрбиелік мәселенің барлығына мән бергендігі. Әрине біз енді тарихшы емеспіз, бірақ ол кісінің өмірінен сәл-пәл білгендігіміз де осы нәрседе. Енді ағартушылық деген нәрсе ол өте маңызды нәрсе. Өйткені ағартушылық бар жерде мәдениет болады. Ағартушылық бар жерде көзқарас, сан түрлі көзқарас болады. Ағартушылық бар жерде бірлік пен ынтымақ болады. Кейбір кездерде мысалы адамдардың соқыр сенімге қарай еріп кетуі себебінен білесіздер ғой, көптеген қоғамдағы, әлемде болып жатқан әрқандай бір құбылыстардың көпшілігі нәрсесі адамның білімінің таяздығы немесе ағартушылықтың аз болғандығынан деп білеміз. Сіз көп рахмет, Алла разы болсын. Осы жерде тағы бір есімізге түсетін тағы бір мәселе Финляндия ақбаба гүлдері деген кітап мәселесінде осы сіз айтып отқан Финляндияның қалай даму жолында жазады. Сол жерде тура өзіңіз айтқандай Финляндия өзі батпақты небір жағдаяттағы қиын мемлекет болған екен. Таза ағартушылық білімнің арқасында енді барлық бір уақыттарда бүкіл Қазақстанда кең танымал кітаптың бірі болды ғой, Финляндия ақбаба гүлдері деген. Сол жерде жалпы осы ағартушылықтың маңыздылығын өзіңіздің сөзіңізге тұздық ретінде айтып отқаным ғой, қандай деңгейде мемлекетті үлкен деңгейге шығарғанын көрсетеді. Қазір үлкен бір әлемнің экономикасында өзіндік орын алатын, тіпті кезінде Nokia телефонының барлығы шығуы сол үлкен бір ағартушылықтың, сол Финляндия мемлекетінің дамуының көрсеткіші ретінде жазады сол жерде. Бұл да үлкен ағартушылықтың мемлекетті қалай жалпы қоғамды қараңғылықтан қалай дамудың деңгейіне шығаруының үлкен бір көрсеткіш деп білеміз. Енді сіз жаңа айтып өттік қой, сөзіңізді айтып өттіңіз, алғаш қазақ жерінде қазақ қыздарына арнап мектеп ашқан деп. Шыны керек біздің қазақ қоғамында сол кездерде қыз балалардың білім алуына, мүмкін діни жағынан кейбір фанатизм мәселесі немесе сол уақыттағы халықтың дұрыс түсінбеушілігімен бетпе-бет кездескені белгілі ғой, міндетті түрде. Сол жағдаяттардың қалай болды екен, және Ыбырай Алтынсарин атамыздың ашқан мектептерінің қазақ қоғамына әсері сол кезеңдегі жағдаяттар жайында өз білгеніңіз болса, ұстаз, айта кетсеңіз. Енді айтып жатырық, Ыбырай Алтынсарин атамыз жалпы
ағартушылықтың ең бірінші бастап өзі сол ілім жолындағы уақытты қалдыра берген негізгі өнегелі тұлға бүгінгі таңда бірінші. Ағартушылық жақтан ол кездерде әсер еткендігі, жалпы бізде ол кезде түсінікте байлық, нағыз негізгі байлық мал өсіріп, мал баққан деген бір сондай бір не болды. Түсінікте қарапайым халықтың, көшпенді халық болғаннан. Соны Ыбырай атамыз өзінің оқыған, білген, тоқыған келіп қазақ жеріне, қазақ даласына ағартушылықты қалай мен енгіземін, онымен мен болашақ ұрпақты, қазақ қоғамының азаматтарын қалай жандандырам, рухтандырам, қалай мен қоғамға пайдам тигізем деген бір жүрегінде сондай бір уайым болды. Сондай бір уайыммен ол өте Алланың өзіне берген қабілетін дер кезінде пайдаланып мектеп ашуды жөн көрді. Сол кездері жаңа айтқанымыздай сөзіңізде тек еттіңіз, қыздардың алғашқы мектеп ашылуда. Әрине ол кезде сондай бір түсінікте бәлкім болған, қыз балаларды оқыту керек емес, үй шаруашылығында мысалға делік. Әртүрлі өзіндік әрекеттер жасаса да жеткілікті деген, қоғамға бір қандай да бір пайдасы, бір маңыздылығы тумайды деген түсінік болуы. Соны ол түсініктің қате екенін ол кісі алып шығып, алғашқы қыздар мектебін ашты. Сөйтті де ол жерде өзінің білген тоқығанына сай амал етіп көргенін жоспарлы түрде әрекет етіп енгізіп, әрине соны алғашқы аз да болса да сол кезде 4 училище deyip келеді, бір нелерде 4 училище, бірнесе бастауыштық мектептер қалыптастырып, жаңаны ағартушылыққа бірдене білек сыбана кіресіп, адамның жаңағы сол кездегі қазақ қоғамның түсінігін, қай жақты діни түсінікке қарсы кетті ме, жалпы қоғамдық ортаға байланыса алатын, араласа алатын ғылым мен дінді байланыстыра отыра, ағартушылықты біз қалай да болса дамытуымыз керек деп, ешқандай бір кедергілерге өзіне бір тойтарыс көрмей, Алланың атымен бастап кетті. Содан да болар, бір Аллаға сыйынып, кел балалар оқылық деп, оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық деп бастағаны. Яғни Аллах үшін өзінің рухтық несі болды, сенімі, нақтылығы, дінмен ұштастыра ғылымды ортаға кеп, сол қазақ қоғамда қалай да болса мен үлес қосамын деген бір уайымы, деген бір қызмет етемін ұлтқа қалай да болса деген өзінің бір ұлт жанды несі болды, қызметкер деген сондай сүйіспеншілігімен отанға деген несі, махаббаты болды. Осы тұрғыда ол әрине өзінің артынан өте білімнің алғашқы уақыфын тастап кетті. Айтқанымыздай бүгінгі таңдағы әрбір алып жатқан қазақ дүниесіндегі, қазақ тіліндегі біліміміз ол кісінің артынан сауап ретінде барып тұратындығы. Қанша. Және де ол кісінің жай ғана мысалға делік бір деңгейде бір қоғамға бір болса да бір тұлғаны қалыптастыру бүкіл қоғамды өзгертуіне себеп болатын түсінгендей іспеттес бір бейне бір. Осы жерде азаматсыз сізге бір қоса кетіп тұздық сөзім бар. Жаңа айтып жатсыз ғой, қалай ағартушылыққа қалай мән берді. Қазақ атамызда керемет бір сөз бар ғой, 30-ында орда бұзбаған, 40-ында қамал olmас деп. Осы Ыбырай Алтынсарин атамыздың өмірбаянын оқып отырсақ, өзі 41-де дүниеге келетін болса, 64-те мектеп ашады, 23 жасында. 20-дан сонда осы Ыбырай атамыздың еңбегін, Ыбырай атамыздың өмірін, шығармашылығын зерттеген тарих ғылымдарының докторы Бекежанов, үлкен ғалым кісі, сол кісі сөзінде тоқталып өтеді. 23 жасында 60-шы жылы осы сол кездегі облыстан оған пәрмен беріледі, басқармадан мектеп ашыңыз деп. Бірақ сол кездегі басшылықтан оған ешқандай бір былайша алғандағы қолдау болмайды. Сол қолдау болмаса да ол кісі ауыл-ауылды аралап, ағартушылықтың, білімнің маңызына, мәніне тоқталады. Соны жете халыққа түсіндіреді. Содан сол енді не қолында қаражат жоқ, бірақ не жүрегінде қазақ балаларын оқытамын деген жүрегінде сондай бір сенім бар.
мен осы елімді, осы қазақ балаларын оқытып, үлкен осылардың арасынан былайша алғанда ара-жікті ажырататын, ертең елге қызмет қылатын азаматтарды дайындаймын деген үлкен ниет бар. 23 жастағы жігіт былайша алғанда. Сондағы жап-жас бола тұра, сол мектепті 64-те мектеп ашылды дейді. Ол кезде не оқулы жоқ, не кітабы жоқ, не маман жоқ. Бірақ соған 60-шы жылдан 4 жыл бойы еңбек етіп, ақша жинайды, сонымен мектеп салады. Бірақ оқысы мектеп салып жатқан кезде тоқтамайды. Өзінің үйінде 4 баланы оқытады. Өзінің үйінде жатқызып 4 баланың сауатын аштырады. Сөйтіп алғаш 64-ші жылы ашылған мектепте 14 бала қабылданды дейді. Кейін тағы да 2 бала қосылды дейді. Міне қараңыздар, біздің Ыбырай атамыздың былайша алғандағы жүрегіндегі анау айтады ғой, Мұхтар Әуезов атамыздың сөзі бар ғой, адамға бірінші істі істемек үшін не керек? Ниет керек, ұстамдылық керек, жоспар керек деген нәрседе, осы кісі Ыбырай атамыздың үлкен былайша алғандағы теңдессіз бір қалдырған. Бұл қазіргі жастардың өзіне де, мысалы, мен жастарға сенемін деп Мағжан атамыз айтқандай, арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты деген, мен ойлаймын осы бір сипат Ыбырай атамызға бір нақ келген бір сипаттың өзі сияқты деп. Яста шыны керек, бұл 20 жасар жігіттің санасында бұндай нәрсенің келуі дегені, ол шыны керек үлкен бір адамның сана биігінде қандай деңгейде болу керек. Бауыржан Момышев атамыз айтады ғой, 20 жас нағыз тарих ерліктер жасайтын жас. Әр ер азамат соған дайын болу керек деп. Яғни адам ерлікті жасаймын деп жасамайды. Артқы уайым, қайғы, артынан болатын нәрсені ойламай, яғни 20 жасар жігіт өзінің артында осы нәрсені істесем не болады деген ойдан гөрі осыны істеу керекпін деген нәрсе көп тұрады. Адам есейген сайын қорқынышы баса береді деп айтады. Шынында бұл да бір Ыбырай атамыздың жеке басы үшін емес, қазақ халқы үшін жасаған үлкен бір орасан шыны керек еңбегі. Ұстазымыз айтып өтті ғой, 4 училище ашты, ондан бөлек бірнеше мектеп деп. Бұл деген жай ғана мектеп емес, үлкен бір білім жүйесі ғой. Үлкен қалыптастырып қаншама. Енді осы ұстаз жалпы Ыбырай атамыздың мектептен бөлек тағы бір үлкен мектеп ашу, сабақ беруден бөлек ерекше бір қырының бірі аудармашылық қасиеті. Бірнеше кітаптар жазу, сонымен бірге біздің жалпы алғаш қазақ қоғамында қазақ кітаптар жазып бастаған кездердің бірінде ең алғашқылардың қатарында болып осы мұсылмандық тұтқасы, шариғатымыз жайлы да кітап жазуға алғаш. Сол жерде бір үлкен мәселенің бір жаңағындай көбінесе қазақ тілінде діни мәліметтер аз екендігіне сезінген екен. Осы жайында сол мұсылмандық тұтқасы ретінде осы кітабының жалпы жазуда негізі, мақсаты қалай болды екен, сол жайында айта кетсек ұстаз. Мұсылманшылықтың тұтқасы деген кітабында жалпы Ыбырай атамыз исламды қарапайым тілде, қазақ тілінде түсіндіруді қалады. Өзімізге, қазақ жастарына өзіне түсінікті өз тілінде жеткізуді қалады. Неге? Өйткені ол замандарда білеміз, көп еңбектер арабша, татарша болды. Оны оқытуға біраз уақыттар кетеді дегендей. Ол кісі ағартушылық жағынан сол аудармашылықты бір жағын бір бөлігін алып қарастырды да, аударды да, қазақ баласына жаңағындай ислам дінін дұрыс түсінуде. Ғылымнан бөліп қарастырмау керек деп. Бұл діни біздерде түсінік, ғылым бәлкім діннің баласы, дін ғылымның анасы деп. Сол бір түсінікті бейне бір қазақ жастарына түбегейлі түрде тереңірек түсіндіру мақсатында мұсылманшылықтың тұтқасын деген кітапшаны жазып шығарды. Ол жерде адалдықты, әділдікті, жалпы қарапайымдылықты қамтыды тақырыптарында, тазалықты қамтыды, жалпы тәрбие. Тәрбиеліктің маңызы адамгершіліктің адамның бойында көріну керек қасиеттерінің бірі деп көрді ол кісі. Осы тұрғыда жаңағы кітаптарды аударып, діннің маңызы зор адамның өмірінде. Ол тәрбиелік маңызы зор. Тек қана ағартушылықта білім алу керек деп емес, бәлкім адамгершілік Алла берген қабілеттер мен қасиеттерді сақтай қалуына бір үлес қосатын діннің өте бір өзіндік несі бар, орны бар деп. Сол мақсатта араб тіліндегі, татар тіліндегі шыққан ислам дін әдебиеттерін ол кісі қазақ тіліне аударуға тура келді. Ұстаз қабыл разы болсын. Яғни бұл да бір Ыбырай атамыздың өте кең ауқымды ойлап, халықтың тек қана жалпы
барлық жағынан ағартушы жолдың үлкен бір бастамасын бастағанын көреміз ғой. Енді ұстаз кейде айтып жатады, Ыбырай атамыз діни мәселелерге ондай жақын болмады, немесе кейбір діни салаларды сынады, немесе діни қателіктер, немесе фанатизмді сынады деген сияқты сөз көзқарастар айтып жатырсыз. Осы жерде Ыбырай атамыздың жаңа түсінгеніміздей, ол кісі керісінше діни мәселенің қазақ халқының алғашқы былай айтқан кезде түсіндірме жұмыстарын кең жүргізді десек те болады ғой. Жаңа дәреттің, мұсылмандықтың жалпы мұсылмандық туралы кітап жазған кезде дәрет қалай алынады, адал қалай болу керек, арам қалай болу керек, қандай мазхабтамыз, ол кісі жазады ғой, біз шариғат қазақ халқы бұл 4 мазхаб болады, соның ішінде Абу Ханифа мазхабын ұстанушымыз деп те сол жалпы мазхабымыз жайлы терең ақпарат бере кетеді. Осы жайында сол жаңағы кейбір адамдардың фанатизм, діни мәселе сынады дегеніне қандай, бұл қаншалықты дәлелді сөзбен айтылған нәрсе, өз көзқарасыңыз, ойыңыз қалай дейсіз? Бұл жерде енді діни фанатизмді сынады деген мәселеге байланысты жаңа айтып жаттық қой, біз тілге тиек еттік, қыздарға арнайы бір мектеп ашылды дедік. Жалпы алғанда қыз балаларға, ер балаларға да білімге көп мән берді дедік қой. Осы жердегі діни фанатизмді сынады дегенде біздің енді оққан түйгеніміздегі нәрседе ол сол тек қана ер бала ғана оқу керек деген емес. Қыз бала да оқу керек. Жаңа алдында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисін айтып өттік қой. Өсиетін, сол өсиетіндегі білім, тіпті пайғамбарымыз айтады ғой, білімді сонау Қытайдан бар болсын іздеңдер дейді. Жалпы білімді талап етудің маңызының мәнісіне көп тоқталып өтеді. Қасиетті Құран-ы Кәрімде де білесіздер өздеріңіз аяттар бар екен. Сонда бұл жалпы алғанда діни фанатизмді ол кісінің сынағаны сол жалпы бір жақтылық қана емес. Жалпы алған кезде жан жақты танып біліп, сол дінді дәстүрімізбен ұштастырып, сол дінді қазақтың руханиятымен ұштастыруды маңызды деп санаған деп білеміз. Енді жаңа айтып жатырмыз ғой, осы аударма жөнінде. Қазір енді аударма деген қазір өте маңызды ғой. Сол кезде де өте маңызды болған екен. Сол кісінің бір еңбегі бар, қазақ хрестоматиясы дегенде. Сонда ол кісі былай деп айтады. Бұл кітапты жазып жатқандағы мақсатым дейді, қазіргі таңдағы қазақ балаларына ұсынатын кітаптар басқа тілдерде, көбіне татар тілдерде. Тіпті сол татар тілінде жазылған кітапты татардың оқымыстылары да оны мәніне, мағынасына бойлай алмайды дейді. Неге десе, өйткені ол жерде арабтың көптеген сөздері кіріп кеткен дейді. Сондықтан мен қазақ хрестоматиясы деген еңбегінде жазады. Сондықтан мен осы кітапты жалпы татар тілінде шыққан кітаптарды аударма ретінде қазақ тіліне аударып шығарып, осы қазақтың руханиятына қазақша бір болмыспен жетсе деген нәрсені қолға алады. Міне осы біздің кешегі сол ұлттың ағартушысы болған, педагог болған, аудармашы болған, бүгін біз тілге тиек етіп отқан Ыбырай атамыздың да міне сара жолын өздеріңіз білесіздер. Міне құрылғанына 36 жылдан аса уақыт болған Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы, Қара шаңырағы, сол Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы бас мүфти Наурызбай Қажы Тағамұлында бастамасымен талай-талай аудармалар жарыққа көрді. Жарыққа шығып жатыр, Аллаға шүкір. Білесіздер, Мүфтият баспасы міне 7 жылдай болды ма ашылып халыққа жол тартқанына, содан бері 80-ге жуық еңбектер Аллаға шүкір шығып жатыр. Бұның да бір белгісі кешегі осы ұлт ұстазының армандап кеткен, ұлт ұстазының салып кеткен сара жолын біздің діни басқармамызда Аллаға шүкір өз деңгейінде барынша әлі де аударылар кітаптар көптеп жатыр, Аллаға шүкір. Және білесіздер, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы осы кешегі бабаларымыздан қалдырып кеткен осы үлкен мұраларды арнайы зерттеп зерделеу үшін де арнайы біздің Алатаудың бөктерінен оңтүстік астанамыз Алматыдан да институттың есігі айқара ашылғандығын. Сол институтта белгілі бір мамандар, өзінің шеберлері осы әлі де қазақ руханиятына пайдасын тигізер кешегі Әбубәкір керделілердің, кешегі осы дін жайында қозғап кеткен бабаларымыздың сөздерін қазақ тіліне қазақша сайратып халыққа, осы жамағатқа ұсынуға Аллаға шүкір жақсы бір жолға қойылып деп айтсақ болады. Бұл да бір керемет. Енді осы жерде бір тілге тиек еткім келетін нәрсе, біз енді қоғамдағы ата-ананың рөлін айтып жатамыз ғой. Отбасы деген өте маңызды дейміз. Отбасы ол
отан отбасынан басталады дейміз. Осы жердегі мына керемет Ыбырай атамызды алғаш сабаққа берген кезде жасы 5 жаста болған екен. Орынборға жібереді ғой бала. Атасы Балғожа би деген өте елге сыйлы, сөзінің дуасы бар адам болады. Сол енді балаға бір көңіліне бір медет болу үшін мынандай бір өлең жолдарын жазып, хатпен жазған екен. Сонда былай деп айтады: үміт еткен көзімнің нұры балам, жаныңа жәрдем берсін Құдай тағалам. Атаң мұнда, анаңмен есен аман, сүйіп сәлем жазады бүгін саған. Атаңды сағынды деп асығарсың, сабаққа көңіл берсең басыларсың. Ата-анаңды өнер білсең асырасың, надан боп білмей қалсаң ақырарсың. Сөйтіп ана балаға ой салу үшін әр қарай сөзін жалғап былай деп өлең жолдарымен жалғайды: шырағым, мұнда жүрсең нетер едің, қолыңа құр қалып кетер едің, тентіреп екі ауылдың арасында жүргенмен не мұратқа жетер едің дейді. Қараңыздар, қандай керемет ана балалық көңіл ғой. Бәріміз бала болдық. Осы жерде мына біздің подкастты көріп отырған көрермендердің арасында да мектептің интернатында оқып, жаңа 5-ші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа шейін, кейбірлер 1-ші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа шейін сол мектептің интернатында, мектептің тәрбиесі, сол интернаттың тәрбиешілердің алдында білімін алып жетілдіріп, бірақ баланы, ананы сағынады, әкені сағынады, бірақ не оқу деген маңызды нәрсе тұрғандығын. Енді осы жердегі айтқым келгені, Балғожа бидің инвестиция дейміз ғой біз енді. Нағыз білім жолына құйған инвестициясы маңызының, мәнісінің қалай ана балаға әсер етіп, ана білімді болсаң, сенің қашанда жүзің жарық болады. Білімсіз болсаң, сол уақытыңды былайша алғандағы 5 жасыңнан бастаған уақытыңда да ауылды өткізсең болады, не істейсің дейді, бірақ екі ауылдың арасында қолыңа құр қалып кетер едің дейді. Қалай керемет. Балаға деген мотивацияны қалай беріп тұр. Атаның осы жерде айтқым келеді, құрметті көрермендерге, жалпы егер балам адам болсын десек, қазірден бастап инвестицияны құюымыз керек. Ол білімді болсын, ол елге, халыққа пайдасы тисін, ол үлкен ғұлама, ғалым болсын. Үлкен, өзі айтады ғой біз шариғатымызда да, мысалы наданның құлшылық ғибадатынан дейді, ғалымның ұйқысы артық дейді. Көрдіңіздер ме? Қандай керемет. Ұстаз, мынау 5 жасар баланы үлкен білімге беруде үлкен бір табандылықты талап етеді ғой. Халқымызда ұлтты тәрбиелеу қиын, бірақ ұлтты тәрбиелейтін азамат тәрбиелеу одан да қиын дейді екен. Шынында бүкіл ұлттың тұтқасы болып, ағартушы болып, бұл кісінің жетуіне шынында осындай үлкен аталардың артта тұрғандығы міндетті түрде осындай адам шығатыны үлкен кепіл десек те болады, шыны керек. Енді ұстаз жаңа айтып жатырмыз ғой, жастарға бар үлгі деп. Қазір надан білім, жалған білім деген түсініктер де бар екен. Осы әрине біз шарасында Ыбырай атамыздай, оның ізбасарлары болған Ахмет, Міржақып аталарымыздай ғалымдардың шығуына шынында мұқтажбыз. Олар әрине шығады деген үміттеміз. Енді осы жастарға жалпы дұрыс білім алу мәселесінде жалған білім, надан білімді қалай айыруына болады? Кейде білім деп просто информациялық мәселелерді айтады екен, өзінің біліміне, саласына еш пайда бермейді, бірақ біліп жүреді, мынандай информация бар, мынандай бар, ана жақтан мынандай болып жатыр, мына жақтан мынандай болып жатыр екен деп, өзінің жұмысына, саласына қатысы жоқ кейбір информацияға, ақпарат ағында бейсаналы түрде соны оқуға мәжбүр болады екен. Осы тұсқада ұстаз жалған білімнен қалай арыламыз, осындай үлкен дұрыс, сауатты, ұлттық мұрат ететін білімге қалай зейін салсақ болады? Жалпы қарасақ, надандық та жалған ілім де екеуі де қауіпті адам үшін, жастар үшін, өскелең ұрпақ үшін. Бірақ көбірек қауіптірегі жалған ілім деп айтады. Өйткені надандық өзін білмеймін деп айту арқылы, мойындау арқылы білмейтін ізденуі мүмкін, оқуы мүмкін. Өзінің надандығын сол арқылы белгілі бір деңгейде нетуі мүмкін, жоққа шығарып, жаңағындай білімін дамытып алу мүмкін, біліп алу мүмкін. Ал жалған ілімді алған адам өзінің жалған екенін білмейді ғой, жалған алып жатқандығын. Бүгінгі таңда ақпараттық дамыған заманда әртүрлі жан-жақтан келіп жатқан, жаңағы өзіңіз сөзге тиек еттіңіз, информацияны да ілім деп қабылдап, соны менің алған ілімім дұрыс деп, өзде соған қате амал жасап, өзгені де адастыруы мүмкін. Сондықтан да біз де жастарымызға осы жалған ілімнен арылуын, оған жоламауын көбіне насихат етуіміз керек.
Өйткені біз қараймыз, ислам ғалымдары айтпақшы, ілім бар, әл-айлму бихи ла янфа, әл-жахлу бихи ла ядур дейді. Яғни бір ілімді білуімізде, мысалы бір ақпаратты, беріліп жатқан ақпараттық неде біздерге пайда бермеуі мүмкін. Мысалы бүгін таңда біздің өзіміздің тікелей қызметімізге, мамандығымызға тікелей қатысы жоқ ілімдер болуы мүмкін. Мысалға делік. Оған уақыт құртады, оны қабылдайды, оны қабылдау арқылы өзінің негізгі мамандықта алып жатқан іліміне энергиясы азаюы мүмкін. Жалпы қызметке деген энергиясы азаюы мүмкін, оны қабылдау арқылы. Мысалға. Яғни пайдасы жоқ. Онымен уақыт кетіріп, сондай ілімдер болады. Ілім дегенде жаңа ақпараттық неден. Екінші бір нәрсе бар, бір нәрсені білмеуіміз, ислам ғалымдары, ол бізге зиян емес. Бір нәрсені білмеуіміз. Мысалы жастар қараймыз, сол нәрседе көп шұғылданып кеткен сияқты. Ол өзіне ол пайда да әкеліп жатқан жоқ, зиян да әкеліп жатқан жоқ, бірақ сонымен шұғылданып жатыр. Меніңше сол жалған ілім деп ойлаймын да. Сонымен өзін бейне бір ілімді сезініп қалып, өзі де сонымен қателеседі, өзгені де адастырады. Сондықтан да бүгінгі таңда біздер көбінесе насихаттауымыз керек, жаңа бабалардың қалыптастырып кеткен ілім жолындағы уақыттық қайырымды ісі, игі ісі не деген біздерге? Осы тұрғыда жаңағы аудармашылық еңбектер, діни дұрыс түсінікті қалыптастыруымызға, шынайы білімді насихаттауымызға үлкен демеу береді. Және де соны дұрыс біздер жеткізе алсақ жастарға. Шынайылықта бүгінгі таңда мына білім деген нәрсе қарама-қайшылықта біреуден алдынан алуымен болады. Тек қана оқып талаққи дейді ғана бір-біріне қарама-қарсы. Талаққи дейді ғой ислам ғалымдарымыз. Жаңағы қабылдаумен, барып ұстаздың алдына отырумен деген сияқты. Осыдан қайсы бір ілімді болсын. Бүгінгі таңда біз қоғамда қараймыз, жастарымыз өзіндік бір жетілуінде, өсуінде бір тәжірибелі тұрғысынан келіп қалыптасатын мен белгілі бір деңгейде білем деген сияқты. Жоқ, қарасақ әрбір біздің амалымыздың істеп жатқан, тіпті құлшылығымызды істеп жатқан, құлшылығымыздың өзін қалай істеу керектігіне оның өзі ілім ғой. Сол сияқты бүгінгі таңда әдетті қалып бара жатқан әрекеттеріміз, қарапайым тазалыққа мәселесіндегі, оның бәрі ілім. Осыны дұрыстықта қалыптастырып өзімізге дарыту мақсатында дұрыс жолын кітаптан, ұстаздан үйренетін болатын болсақ, мысалға делік, бұл болашақтың кәдімгідей жарқының белгісі. Осы жердегі бір еңбек ету керек дейсіз ғой, еңбектің бір былайша алғандағы еңбек арқылы мына жердегі мынандай бір сөзден сөз туады дейді ғой, ойдан ой қуады дейді. Сол сияқты мына жерде мынандай керемет бір ойлар еске түсіп жатыр да. Жалпы алған кездегі осы Ыбырай атамыздың жаңа бүгінгі тоқталып жатқан сол кісінің өмірбаяны ғой, жалпы шығармашылығы, осы уақыптық білімдік уақыбындағы тастаған үлкен бір пайдасы жайында. Сол Ыбырай атамыздың мынандай керемет бір балаларға, енді біз ертегі қазір айтатын, кешегі Бауыржан аталарымыз айтты ғой, мен неден қорқам деді Бауыржан атамыз, Бауыржан Момышұлы. Ол айтты, мен бала немересіне ертегі айтпайтын әжеден қорқам деді. Ертегінің, жалпы әңгіменің баланың санасына сіңіру арқылы көп нәрсені біз баланы тәрбиелеудегі үлкен маңызды рөл атқарады деп білеміз. Енді осы турасында Ыбырай атамыздың мынандай бір керемет қалдырған осындай әңгімесі бар. Бұл құмырсқа, қарлығаш және өрмекшінің арасындағы, осылай деп аталады. 10 жасар баласымен атасы келе жатты дейді. Сөйтіп өрмекшіні көрсетті дейді. Өрмек не істеп жатыр? Өрмек өрмегін тоқып жатыр. Құмырсқа не істеп жатыр? Құмырсқа аузына бір тістеген нанның қиқымы бар, соны ұясына апара жатыр, өзінің илеуіне апара жатыр. Ал енді қарлығаш не істеп жатыр десе, қарлығаштың аузына тістеген бір кесе шөбі бар, соны балапанына ұясына апара жатыр дейді. Содан айтады, ал балам, бұдан сен не түйдің дейді. Атасы өз сөзін жалға барғара айтады. Ал қараш балам дейді. Бұл жердегі өрмекшінің өрмекті тоқып жатқаны, ұшып жүрген масаш шыбынды өзі сол өрмек арқылы аулап, өзіне азық ету үшін дейді. Ал енді
қарлығаштың бір кесе шөпті алып, бір тал шөпті алып әкетіп бара жатқан ұясына, сол ұясын жасау үшін дейді. Ал енді құмырсқаның илеуге апара жатқан бір қиқымы, ол өзінің баласын жалағы асырау үшін апара жатыр дейді. Енді қараш балам дейді. Бұл жердегі қыбырлаған жәндіктердің өзі тек жүрген жоқ дейді. Бұларда не істеп жатыр? Еңбекпен айналысу керек дейді. Біздер де бос жүрмеуіміз керек дейді. Абай атамыз не деді? Қарны тоқтық, көйлегі көктік, аздырар адам баласын деді. Сондағы бұл жердегі осы Абай атамыздың мына жердегі осы оқиғаны, әңгімелеу арқылы жалпы алғанда жастарды, жалпы баланың санасын босқа емес, арзан бір қиялдарға емес. Мысалы қазір ойбай осынша нетсең, мысалы қазіргі ойын автоматтары бар, иә? Қаншама ойын автоматтарында қаншама адам жастар ақшадан алданып қалып жатыр, күйреп жатыр, несие алып жатыр, қиналып жатыр, ата-анасын қинап қойып жатыр. Бұл не? Арзан ақшаны, арзан жолмен мал табу, пайда табу. Былайша алғандағы маңдайы терлемеген сондай бір ненің, тағы да бір шатаспасам, осындай бір оқиға баяндалады ғой, мынау бұрын оққан кітаптарымызда ғой, енді ертегілердің, сол бір әңгімелердің арасында әкесі баласы жұмсайды екен. Әй балам, барып қызмет жаса, жұмыс жаса, өз маңдай терімен тапқан тиыныңды алып кел деп. Енді ана деген балаға жүрек елжірейді ғой. Ана бала жалқау, анасы таңертең жібереді екен, базарға барып кел, кешке қарай келгенде қолына 1 сом береді екен. Әкеме мынау тауып келген маңдай терімен тапқан табысым деп бер деп. Әкең риза болады сонда деп. Әкесіне әкеп береді, әкесі алады да отқа салып жібереді. Бала ешқандай, одан ешқандай не жоқ? Әсері жоқ балада. Анау өйткені маңдай терімен таппаған ғой. Екінші күні тағы да сол қайталады. Үшінші күні тағы да сол қайталады. Сосын айтады: "Әй балам, біз әкеңді сендіре алмаймыз. Сен өзің барып еңбек етпесең болмайды" дейді. Содан сол таңертең үйден шыққаннан анда жалданады, мында жалданып, жұмыс жасап, маңдай терімен тауып 1 сом алып келеді. Оны әкеп әкесінің қолына бергенде тағы да әкесі отқа салып жібереді. Бала анау маңдай терімен тапқан табысы ғой. Әкесі салған бойда жалма-жан ол сол отта жанып атқан аны сомға қолын салады. Сонда айтады: "Балам, міне, мынау сенің тапқан еңбегің, терлеп тапқан, маңдай терімен тапқан табысың" дейді. Көрдіңіздер ме? Бұл жердегі айтып жатқанымыз, жалпы алғанда біз жастарды қазіргі таңда арзан бір ақшаға, болмайтын бір маңдай терімен таппайтын ақшаға емес, еңбекқорлыққа, былайша алғандағы өзі табыс табуға, осы еңбекқорлық айтады ғой, еңбек бәрінде жеңбек дейді. Осы нәрсені біздер көбірек насихаттауымыз керек сияқты. Осы біздің Абай атамыз, бабамыз да осы нәрсені негізге алып, қаншама жаңа айтып жатырмыз ғой, ағартушылық жолында, мәдениетті таныстыру жолында, мектеп ашу жолындағы негізгі нәрседе бұл жалпы алып қараған кезде осы қазақ қоғамын бір руханиятқа, қазақ қоғамын бір, біз айтамыз ғой, керемет дамыған мемлекеттер дейміз ғой, солармен терезесі тең болуға. Кешегі бабаларымыз айтты ғой, білекке сенген заманда ешкімге есе бермедік деді. Білімге сенген заманда қапы қалып жүрмелік деді. Шынымен білімге сенген заманда біздер жастарды, өзімізді де кітап оқуға дағдыландырып, мына кешегі мынау алдымыздағы сәуірде өткен мына кітап күнінің өзінің мағынасының, кітап оқудың, ұлтты қалыптастырудың, міне кешегі мына жаңалықтарды оқып жатсыздар. Ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы осындай жақсы бір бастаманы бастап, кітапқа ден қою керек екендігін мағынасына, мәніне көбірек соған мән беріп жатыр. Ол біздерде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы да бұдан кенде емес, Аллаға шүкір. Өздеріңіз білесіздер, облыс имамдарының арасында кітап оқу арқылы осындай бір жақсы бір бастаманы да Алла қаласа негізге аламыз деп жатыр. Осындай жақсы бастамаларымыз көп болсын дейміз. Рахмет ұстаз. Жаңа
айтып жатырмыз ғой, президентіміздің бастамасы, одан бөлек халқымыздың жаңағы бабаларымыздың айтқан сөзі, осыны Ыбырай атамыздың өзі де тіліне тиек етеді ғой. Өнер ғылым бар жұрттар тастан сарай салғызды, айшоқ алыс шелдерден жылдам хабар алғыз дейді. Бұл да ол кісінің үлкен ұлттың еңбек жолында, білім алу жолында аянбай еңбек етіп, соны насихаттаған көрініс деп білеміз. Енді сөз соңында жалпы Ыбырай атамыздың ең әсерлі ісі немесе қысқа ғана сөзі, осы жасаған уақып жайында қысқа ғана өздеріңіздің бір ерекше әсерлеріңізді айта кетсеңіздер, сонымен сөзімізді тәмамдасақ. Жалпы ілім жолындағы уақыпты ол кісі үйретіп кетті. Іліммен де жалпы қоғамды, ұлтты қалыптастыруда ғылымның маңыздылығы өте зор екендігін, маңызы өте зорасан екенін көрсетіп кетті, қалыптастырып кетті. Сөйтіп біздерді оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар деп қанатты сөздермен біздерді жігерлендіріп, өзінен кейінгі қалған жалпы ұрпақтарды, жастарды, қазақ қоғамының жастарын оқу білім кітапты деп, кітаптың маңызы, оқу керектігін маңыздылығын көрсетті. Бұлағы, кітап білім бұлағы деп, мысалы. Осы бір қанатты сөздер біздерді жігерлендіріп, ілімге деген ынтамызды ашып, жалпы ұлтқа, жерге қызмет жасауда ғылымның өзіміз қандай да бір жақты маман иесі болсын, қандай да бір ғылымды қалыптастыруымызда ізденуіміз керек екен әрдайым. Соны көрсетті. Маған осы бір нелері әсерлі. Сондай бір тоқырау заманда ешқандай жаңағы айттық қой, кедергілерге, ешқандай тойтарыстарға қарамай, ниетіне сай қазақтың жастарын қалай оятам, қалай білімді қылдырып, мынау мәдениетті, өркениетті жастар қылып қалыптастырам деп, уайыммен, сол немен мектептердің ашуының өзі үлкен үлгі, біздер үшін үлкен өнегелі сабақ. Ол маған қатты әсер етті. Одан бөлек дінмен ұштастыра отыра. Неге десек, жаңа айттық қой, бір нелерінде сынады деп, фанатизмді. Өйткені ол кездерде болсын, қай бір неде болсын, дінді ұстанған ғылымнан құлдырайды, төмен қалады деген түсініктер қалыптасты. Қыз балаға оқымау керек деген жаңағындай бір тар сенімдер, жалған сенімдер мен жаңағы өтірікке балаулайтын нелер, сезімдер көп болғанда, оның бәрін ол кісі дер кезінде қазақ қоғамына түсіндіре білді, жеткізе білді да, еңбекқорлыққа, адалдыққа, әділдікке, тазалыққа үйрететін, соған баулайтын, соның төңірегінде қызмет жасауымыз керек деген қанша еңбектермен насихаттар айтып, ілім жолында үлкен уақып қалдырды. Алла разы болсын. Ол кісіге артынан міндетті түрде, әрдайым түрде барып тұратын үлкен сауап қалдырды. Алла рухын шад жанымен етсін дейміз. Әмин. Сіз де өзіңіздің бір ерекше бір қысқа сөзімен немесе Ыбырай атамыздың қандай ісін өнеге деп білесіз? Біз енді Ыбырай атамыздың жан-жақты жағын айтып жатырмыз ғой, мен аудармашылық жағын айтсам келеді. Кешегі аталарымыз айтып кетті ғой. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Жігітке жетуден жаз деген сияқты, бұл кісі бірнеше тілді меңгеріп, сол арқылы өзге тілді білу арқылы, сол өзге тілдегі саф, құнды жәдігерлерді біздің қазақ тіліне аударып, соны қазақ балаларына ұсынғандығы мен үшін өте бір ерекше болып табылады. Ұстаз Алла разы болсын, шыны керек өте пайдалы сұхбат болды деген ойдамыз. Мынау білім беріп жатқан ұстаздарға, білім саласында жүрген оқушы студенттердің барлығына дерлік, жай ғана бұл оқу білім уақыф мәселесі тек дүние мүлікпен емес, осындай алтын қазынаға бергісіз біліммен де жасалатынын кең түсіндіре алдық деген ойдамыз. Кейде адамның барлығымыз пендеміз ғой, ұстаздардың да кейбір бастарында білім мәселесін жай ғана жұмыс деп қабылдап кететін кездерінде, осындай бір ерекше бір серпіліс ретінде ол жай ғана жұмыс емес, ұлтқа деген қызмет екенін, осындай үлгілі Ыбырай Ахмет аталарымыз сияқты ұлт ұстаздардың еңбек жолын көру арқылы ол кісілерді өзінің жұмыстарына шабыт алады, сонымен дұрыс білім алады деген ойдамыз. Құрметті көрермендер, бүгін өздеріңізбен Ыбырай Алтынсариннің ілім жолындағы уақыбы тақырыбында кішігірім сұхбатымыз осымен тәмам. Біздермен бірге болғандарыңызға рахмет. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.